Еңбек ардагері Есетов Жалитбек 1937 жылы 18 қаңтарда Ақтөбе облысы Ойыл ауданында дүниеге келген. Алғашқы білім жолын Крупская орта мектебінде 10 жылдықта аяқтап, одан соң Орал облысында білімін жалғастырады. 1959 жылдың желтоқсан айынан бастап түрлі мамандықтар бойынша еңбек етті. Мал егу, етке мал тапсыру сияқты жұмыстар атқарды. 1961 жылы жұбайы Есетова Шолпан Қидосқызымен шаңырақ көтерді. Ұзақ жыл мал шаруашылығында қызмет ете жүріп, көптеген марапаттарға ие болды. Атап айтар болсақ, 1970 жыл еңбек даңқы, 1978 жыл еңбек ардагері ордендерімен және 1980 жыл 5 жылдықтың озаты, 1988 жыл мал бағудың шебері атты төс белгілерге ие болды. Осы жылдар ішінде 5 ұл 5 қыз тәрбиелеп өсірген, өнегеліде еңбекқор, ел елелісі болған Есетов Жалитбек бүгінде 13 немере, 9 жиен, 4 шөберенің ардақты атасы. Қойнауы 4 түлік малға толған қасиетті Қызылқоға өлкесін жаңарту мен жақсартудағы аға ұрпақтың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Сіздер еңбек еткен жылдар ішінде ауданның ауыл шаруашылығы саласының бүгінгі заман талабына сай гүлденіп дамуына, мал шаруашылығының өркендеуіне ерен еңбек сіңірдіңіз. Сіздің аудан абыройын асқақтатуға қосқан